Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында тарыдан осындай керемет іске баса жасайтын боламыз. Видеоның соңына шейін менімен бірге болыңыздар. Бізде осындай екі түрлі тарымыз бар. Қуырылған. Ақтөбеге жиендерге барғанда осындай өкіртіп тұрып тары салып берген. Ол жақта өте тарыны тойларға, домалақтарға, той домалаққа көп қояды екен. Содан бізге енді осындай беріп жіберді. Керемет, дәмі де керемет. Енді құрметті көрермендер, бұл дәмі шығып кетпесін десеңіздер, банкаға салып қойыңыздар, себебі ол сорып алады артық иістерді. Бүгін біз әдемі бір хит болып жатқан тарының жасалу жолын көрсетеміз. Өзіміз жеп көрдік, сосын сіздерге де көрсетейін деп жатырмын. Өте нақ қалды, жұмсақ болады екен. Енді біз керегенше өзімізге аламыз. Мен осы тарыдан жартысын алып сіздерге жасап қазір көрсетемін. Әуелі тарымызды жуып алайық. Ал енді құрметті көрермендер, осы кесемен 3 кесе салдым. 3 кесе салдым. Енді осыған сақырлап тұрған суымызды бисмилля деп құямыз. Құямызда осылай неке. Мені жуып тазалап, ішінде бір қаралары болса, бір қоқымдары болса, тастары болса алып тастаңыздар, тістеріңізге обал болады. Сосын алып бір 35-40 минутқа бетін жауып ыстық суда бұқтырып аламыз. Ал құрметті көрермендер, бір 40 минутқа қойдық. Мінекей, қалай болып шыққан көрсетейін сіздерге. Міне, жаңа осы бір шағын шай кесе, ең кішкентай кесемен 3-4 қанша салдық, өзім ұмытып қалдым. Мінекей, осылай болып тұр, су да жоқ астында. Енді біз осыған 20% қаймақ бар менде, Әдежаны алдырттым, қызыма 20% қаймақ бисмилля деп саламыз. Үйінде қаймағы бар, бірақ ол кішкене қатып тұр холодильниктің ішінде, ашып кете ме екен деп дүкен салып жатыр мен. Енді неше пайыз екені бәрібір оған қарамайды ештеңеде. Осындай әдемі сгущенкамыз бар, енді ішіне қанша екенін білмеймін. Өзі негізі 380 грамм екен. Жобалап бір где-то 280 граммдай болады шығар, желінген. Осыны қосып, мүмкін ыдысы менде кішкентай ма деп ойлап тұрмын, осыны қазір араласпай қалам екен деген оймен мен қазір бұны басқа тысқа аударып алатын шығармын. Что-то қазір араласпай қоятын сияқты. Үлкен ыдысқа аударып алайық, қазір көресіздер. Үлкенде ыдысқа аударып алайық все-таки. Себебі қазір бұлғауымыз біздің күн болады. Бисмилля. Мына қараңыздар, суының бәрін жұтып алыпты бойына. Өте көп жасап қоймаңыздар. Үлкен кесемен 2-3 кесе деген болмайды. Ол кәдімгідей біраз адамға жетеді. Оған қазір қаймақтарыңыз аз болып қалуы мүмкін, сгущенкаларыңыз аз болып қалуы мүмкін. Сондықтан да осындай мен сияқты жаңағыдай шағын шай кесемен өлшеп алыңыздар. Сосын міндетті түрде тазарту керек, құрметті көрермендер. Енді біз жақсылап тұрып араластырамыз. Қараңыздар, ой, дәм өте керемет болады екен. Біз де бір жерден жеп көрген жерімізден сұрап, көріп, не қосылғанын бәрін қарап, зерттеп, үлгілгесі міндетті түрде соны мен жасап көретін адамның бірінемін. Өйткені өзім тамақ жасайтын болғаннан кейін бәрін не жеп жатқан тамағымды қарап отырам. Не қосу керек бұның ішіне, не бар екен деген сияқты. Қараңыздар. Ой, иісі де керемет. Тары деген, Ақтөбе деген жерге барсаңыздар, кәдімгі үйлерінде тарысымен талқаны кетпейді ғой. Қонақ жайлықтарын көрсеңіздер, ой, керемет. Туыстар көріп отырсаңыздар, Ақтөбедегі бір сәлем сіздерге. Не қараңыздар. Қандай керемет, не қараңыздар. Өте шоқытып керек емес деп ойлаймын, негізі осы жетіп жатқан сияқты. Енді қазір дегустация жасап дәмін тататын боламыз. Ал құрметті көрермендер, мана тарымыздың да дәмін тататын кезі келді. Кішкене мен ұмытып кеттім сіздерге айтуға, морозильникке бір жарты сағатқа ма солай қойдым. Енді бисмилля деп аламыз. Қараңыздар. Қаймағын енді тым кейбіреулер көп салып жүреді, маған осы жететін сияқты. Біз уже толып тұрған, жеп алдық, жартысын шыдамай балалар. Қараңыздар, бисмилля. Мороженныйдың дәмін татиды ғой. Өте күшті. Морозильникке салмай қойып, жасағаннан кейін де сразу жеуге болады екен. Өте керемет, жүп-жұмсақ, тіске ешқалай батпайды, дәмі де күшті. Дәп мен рецептін жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Маған лайк басып, подписчик жасап кетіңіздер. Сау болыңыздар.